Осы ерлі зайыптылықта айтылып кететін мәселелердің бірі, жалпы жердің бетінде еркек пен әйелдің арасында бір байланыс болса, қосылу болса, ол 3 түрлі бейнеде жүзеге асады екен. Алла Тағала Иса сүресінде айтады. Сосын Маида сүресінде осы 3 нәрсені айтады. Мысалы, Маида сүресінде еркектерге қатысты айтады: «Мұхсинина». Әйелмен қосылатын кезіңде отбасын құру мақсатындағы қосылыңыз. Ғойру мұсафихина. Зина байланысымен емес дейді. Қарас. Үшіншісі, «Вала муттахизи ахтан». Көңілдес қып те алма дейді. 14 ғасыр бұрын осы қазіргі болып жатқан нәрселерді сөйлеп отыр Алла Тағала. Не бірер адам бір әйелмен не адал отбасы болып құрылып қосылып жатыр, не ол зина жасап қойды, не ол көңілдесіне барып жүр. Анау соңғы екеуі никах деген үкімге кіре алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан: «Улитту мин никахин». Мен некеден туғанмын дейді. Көрдіңіз бе? Соқтан қазіргі күндері жаңағындай байланыстарда онша жаңағындай жек көрінішті қылмас үшін, мысалы, азаматтық неке тағы да басқа деген, ол болмайды, оны қоса алмайсың азаматтықтың қасына неке деген сөзді. Ол Алланың хақысы, оны қоса алмайды ешкім. Ол тек қана адал отбасын құру мақсатында қосылған нәрсені ғана никах деп атайды. Қалған бәрі ол атқа татымайды. Сол 3 байланысты айтып отыр. Үйленесіңдер ме ерлер, отбасын құру мақсатында ғана бар дейді әйелге. Зина жолымен немесе көңілдес болып барма. Сондай-ақ әйелдерге қатысты айтады: «Мұхсанатин». Отбасын құру, ар-жданын, арын қорғау мақсатында, отбасын құру мақсатында ғана күйеуге шықсын. Ғойру мұсафихатин. Зина мақсатында бармасын ешбіреумен байланыста. «Вала муттахизати ахтан». Көңілдесі болмасын ешқандай еркектің дейді. Сондықтан неке осындай адал. Өйткені ол құлшылық. Сол арқылы Алла Тағала сіздің ұрпағыңызды дамытады.